бізде сіздермен қандай шығармамен танысып жатырмыз? Қолымызды көтеріп айтамыз, иә? Шыңғыс Айтматовты алғашқы ұстаз повесінен үзіндісімен танысып жатырмыз, солай ма? Так, жалпы бұл повестің ерекшелігі неде? Қолдарыңызды көтеріп, ерекшелігі неде? Бұл не бізде? Аударма жанры, солай ма? Так, кім аударған? Қолдарыңызды кім аударған? Аударма кім жасаған? Иә, Қалжан Нұрмахан жасаған. Так, жақсы. Олай болатын болса, қазір сіздермен дәптерлеріңізді ашыңыздар, жасала қойыңыздар. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повестінің үзінді біздер бүгін ұстаз үміті деген бөлімімен танысамыз. Ұстаздың үміті не екен? Так, балалар, сабақты бастамас бұрын біздер сіздермен топқа бөлініп алайық. Ол үшін топқа бөліну үшін біздер уақыт алмай онлайн бөліне салайық, да? Так, мына жерде сіздердің аты-жөндеріңіз жазылып тұр. Так, онлайн бөліне саламыз. Так, топты тек қана 3 бөлікке бөлеміз. Так, бөліне қойыңыздар. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма? Тез. Бірінші бөлім. Аяулым, Жібекшіхан, Аружан, Айша. Нешеге отыра қойыңыздар? Тез уақыт жоқ. Так, Дамир, Ақбота, Самал, Асылжан. Екінші топ. Так, Ажар, Аружан, Аяна, Асыл, үшінші топ. Тез. Отырып па? Так, ендеше тақтада көмек жауабы жазды. Тақырыпта жаза беріңіздер. Так, уақыт алмау үшін мен ары қарай сыныпта төреші тағайындап алайын, иә? Біздерге келесі әдісімізге төреші керек, сондықтан да төреші тағайындап алайық. Так, Аружан, төреші боласың. Аманғали Аружан. Так, қолыңа бағалау парағын беремін. Так, сенің орның. Так, қай жер отырыңыздар? Сен өше отырың. Өше бұрында отырың. Келе кетемесің ба қазанға? Так, енді, тақтан жазып жатқан уақытты алмай, енді біздер әрбір топтан бір көшбасшы тағайындап алайық, иә? Так, бірінші топта Аружан. Так, сосын кім біздер? Сен жазып беріңіз. Айша. Сосын Шерхан. Сосын Аяулым. Жібек. Так. Біздер сіздермен бір көшбасшы тағайындап аламыз. Так, Аружан. Так, екінші топта айта қойыңыздар. Жазып отырыңыздар сіздер. Уақыт алмай бәрін бірге болыңыз. Так, Дамир. Так, Асылжан. Самал, және Ақбота. Бір көшбасшыны тағайындаймыз. Так, Асылжан. Өзіміз мәз болып қуанамыз, да? Так, келесі Асыл. Аяна. Сосын Ажар. Сосын үшеумісіне біреуін қосып жібереміз. Так, осы үшеуіне көшбасшы. Қазір бесте отырғандардан біреуін қосып жібереміз. Так, Аяна. Так, бұлай болса жұмысымызға кірісейік, балалар. Так, жазып алып па? Тақтада жазғаның жанын. Ендеше сабағымыздың мақсатын айтыңдар. Сабағымыздың мақсаты не біздерде? Осы мақсатпен жүреміз, осы мақсатқа жүзеге тырысамыз. Бірінші, шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындаймыз. Яғни автор не айтқысы келді? Осы шығарма арқылы автор нені айтқысы келді және болашақ ұрпаққа, жасөспірімдерде не қалдырғысы келді. Көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға береміз. Ендеше, келесі біздерде бағалау парағы. Балалар, біздерде бүгін бағалау қалай болады? Алдарыңызда отырған төрешіге бағалау парағын беріп қойдым. Біздерде бүгін барлығы 4 тапсырма орындаймыз. 4 тапсырманың бірінші тапсырмасын төреші бағалайды да, қалған тапсырмадан мұғалімнен бағалайды, яғни өзін бағалайды. Так, әрбір бағалау 10 балмен бағаланады, оны сіздер білесіңіздер. Одан кейін сабақ аяқталғаннан кейін сол 10 бал бойынша алған, 4 тапсырмада алған бағаларыңыздың қосындысы 4-ке бөлінеді. Ортақ көрсеткіш қалыптастырушы бағалау ретінде журналға қойылады. Түсінікті ғой, да? Оны білесіздер ғой сіздер. Так, ендеше жұмысқа кірісеміз. Так, сіздердің алдарыңызда дескрипторлар бар. Осы дескрипторлар арқылы бағалап отырамыз. Мына дескрипторлар бар. Ендеше өткен тақырыпты қайталау және еске түсіру, пысықтау барысында сіздермен алдыңғы сабақта айттым, бірақ бұл класста көп қолданған жоқ, тек түсіндіріп кеттім, шартын көкпар әдісі бойынша жұмыс істейді. Так, мына жерде 5 оқушысы ғой, да? Біреуің өздерімен топ көшбасшысы, біреуің де мына топқа жібере қойсыз ба? Біреуің. Кім жібересіз? Кім жібересіз? Бұл аяғын бара. Мына топқа келе, орның бар, күшесі жүр. Әйтпесе бізде тепе-теңдік сақтайды. Так, сонымен көкпар әдісі. Так, ең бірінші сұрақты мен бастаймын. Так, балалар, жалпы бұл шығарманың негізгі
Бастаймыз. Шығарманың негізгі идеясы, топ көшбасшылары. Негізгі идеясы. Так, кім? Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесін менің ойымша негізгі идеясы бұл ұстазды ұлағаттау, ұстаздың әрбір баланың адамның өміріндегі маңыздылығын, болашаққа дегендегі бағдаршамы ретіндегі рөлін анықтау. Жақсы, өте тамаша. Так, келесі сұрақ қояйық. Алғашқы ұстаз романындағы ұстаз үміті ақталды ма? Ұстаз үміті ақталды. Так, тез, балалар, тез, бұл жерде көкпар болғасын таласу керек. Меніңше, менің ойымша, ұстаздың үміті ақталды, яғни Дүйсен Алтынайдың білім құштарлығын, зеректілігін байқап, оны қалаға оқуға білімге жіберген болатын. Ол сол жақтан білім алып, Мәскеуде өз диссертациясын қорғап, өзінің ұстазының үмітін ақталды деп айта аламын. Өте жақсы. Так, сұрақ қояйық. Шығарманың тарихи маңыздылығы не деп ойлайсыз? Так, қояйық, шіркін. Так, таласамыз, балалар, таласамыз. Кет, шығарманың тарихи маңыздылығы. Так, тез таласамыз. Топ көшбасшылары. Так, кеңес бардыңыз, ал, топпен жұмыс жасамыз. Балалар, Серке жатыр ортада. Так, бере өтсің ғой. Айша. Шығарманың тарихи маңыздылығы сол кездегі кеңес үкіметі кезіндегі сауатсыздықты жою мақсатында осы шығарма жазылған. Яғни сол кезде Лениннің басқаруымен осы бүкіл ауылдардағы сауатсыздықты жою туралы келісім шартпен, яғни осы шығарма жазылған. Так, жауабын тоқтырш. Асылжанның жауабын тоқтырған. Жауабын тоқтырш. Так, ұстаздың үміті ақталды ма дейді ғой? Жалпы Дүйсеннің, яғни ұстаздың үміті ақталды деп ойлаймын. Өйткені Дүйсен Алтынайға кішкентай кезінен бастап қолына қалам ұстатып, яғни оқуға талпындырды. Соның арқасында Алтынай болашақта академик, талантты ұстаз болып шықты. Өрмек болғанда тоқтырасың. Так, келесі сұрақ демесін. Алтынайдың ауылдан асығыс шешім қабылдап кетіп қалуының себебі неде? Так, кеттік. Бір емесілер ме? Так, кеттік сонымен. Алтынайдың ауылдан асығыс шығып кету себебі өзінің алғашқы ұстазынан ұялғандығынан. Себебі алғашқы ұстазы оған сол үйге телеграммаға арқылы почта әкеліп тұрған болатын тұғын. Бірақ ол сол ұстазына амандасуға да жарамады, сол қылығына ұялып кетіп қалды. Сол так жауабын толықтыра ғой. Айшаның жауабын толықтыра кетсем, тарихи маңыздылығы ол кезде 1924 жылғы қырғыз қоғамы Лениннің ұстанымы оқы және оқы деген ұстаным бойынша ауылдардағы балалардың сауатсыздығын жою, оқуға тарту деген мақсатта, оқуға тарту мақсатында сондай құжат жібереді, яғни балаларды жаппай оқыту болашақ алынып жатқан еді. Өте жақсы сұрақ қояды. Топ көшбасшы дайын отырамыз. Алтынайдың басқа оқушылардан өзінің қатарынан ерекше қасиеті. Ерекше қасиеті, так кеттік. Рахат бізде талас жоқ, таласайық. Сонымен. Айта бер, рахмет айта бер. Алтынай өзі деген ақпараттарды тез қабылдап, тез сіңіріп, және де өзінің жаңа жасалған нәрселерді тез қабылдап айтуында да? Айтуында, және де яғни жаңа нәрселерді үйретсе, соны тез қабылдаған қабілетімен ерекшеленді. Жауабын толықтырамыз. Ажардың жауабы толық болды ма жаңа? Ажардың жауабы толық деп ойлаймын. Өте толық болды, да? Сұрақ қоямын. Сұрағым, Алтынайдың айтуынша ұстаз қандай болу керек? Ұстаз қандай болу керек? Тез таласамыз. Алтынайдың айтуынша ұстаз қандай болу керек? Опа. Так, сонымен жібек. Меніңше толықтырып кететін болсам, жауабын толықтырамыз. Алтынайдың олардан өзгеше болу, басында сол мектептің ашылуына деген өзінің үлесін қосып сол жерге жинап келген отындарын тастап кеткен болатын. Яғни ол сол мектептің тезірек ашылғанын қалап, сонда білім алғысы келген болатын. Және де Дүйсен сол ауылда балаларды жинап жүрген кезде маған соқпай қалар екен, мен алмай кетер ме екен деген үлкен уайыммен ол
ол бәрімен бірге оқығысы келді, және солардың арасында ең үздігі болып барлығын бірден түсініп алды. Соның арқасында ол тіпті десеннен бөлек те қалаға барып оқыған болатын. Және де сұраққа келетін болсақ, жауап берді. Сұрақ қандай болып еді? Ұмытып қалдыңыз. Алтынайдың айтуынша ұстаз қандай болды? Ұстаз қандай болды? Жалпы ол өзінің ең алғашқы ұстазы Дүйсен жайлы әңгіме айтады. Сонда Дүйсен айтады, ұстаз ең бірінші бала өзіне жауапкершілігі мол болу керек дейді. Жалпы ол ұстаздық дегенді Дүйсенге қарап алғанда, Дүйсен айтады, ұстаздар жауапкершілігі мол, балаға деген махаббаты бөлек болу керек дейді. Және де айтады, әрбір мұғалім өзін барын үйретеді. Ол Дүйсенге сол үшін риза, ол мұғалімнің сол Дүйсеннің жауапкершілігіне риза. Так, жақсы, Сұрақ. Дайындалып отырамыз. Қазақта шығармалар өте көп. Неге осы шығарманы біздің кітапқа енгізіп отыр деп ойлайсыздар? Бұл деген логика болса. Неліктен? Так. Сонымен Менің ойымша, ол бізге 10-11 сынып оқушыларына арналған бағдар деп ойлаймын. Өйткені біздің арамызда көптеген оқушылар ұстаз болғысы келеді. Мысалы, мен өз басым осы кітапты оқып отыра, Дүйсенге қарап, ұстаз болуға деген мақсатым, арманым көбейіп кетті. Жарайды, кімнің жібектің жауапты оқырады? Жібек жаңа жауапты толық берді ме? Менің ойымша, жібектің жауабы толық болды. Толық болды. Сұрақ қоямын. Қазір. Мына ауылдың шетінде Дүйсеннің мектебі болды, Төмпешіктің үстінде. Неге ол мектеп құлап қалса да, оны халық Дүйсеннің мектебі деп атауды тоқтатпады. Керемет сұрақ. Сонымен, Дүйсеннің байқамай қалдың оқушыны. Сонымен, оның жауабы. Меніңше, мен аяулының жауабын толық деп есептеймін, сондықтан қанаттана алады. Менің ойымша, ол жерде Дүйсен мектеп деп атап кеткен себебі, біріншіден ол жерде бұған дейін ешқандай атау болмаған. Екіншіден, ол жерде Дүйсеннің өзі бұрын баяғыдан ат қорасы болған жерді, қораны өзі өңдеп, жөндеп, ішіне пеш салып, өзі сол жерде оқушыларды оқытқан болатын. Өте жақсы Дүйсеннің мектебі. Сұрақ қоямын. Алтынайдың жеңгесін қандай адам деп сипаттар едіңіз? Сонымен, Алтынайдың жеңгесін қандай? Сен қарап отыршы, Аяна, сен қолын көтеріп айтып қойыңда. Алтынайдың жеңгесін басқа шуар берді шеш. Шерхан жауап бер, айта Алтынайдың жеңгесі қандай еді? Алтынайдың жеңгесі повестте өте қатал, нашар адам ретінде сипаттайды. Яғни Алтынайдың жеңгесі Алтынайға өте жәбір көрсетеді, сондықтан Алтынайдың жеңгесін өте нашар адам ретінде көрсетеді. Сен есептейсің, так, жауабын толықтырады. Асылжанның жауабын толықтырсам, ол жерде Алтынай мен Дүйсен екі тереу өзгеріп кеткен болатын. Сондықтан да оны Дүйсеннің мектебі деп атап кетті, және де бұрынғы орны сол жерде болғасын. Сұрақ қоямын. Алтынай үшін Дүйсен қандай адам болды? Алтынай үшін Дүйсен, так, сонымен Асыл. Өзің жауабын толықтырсам, біріншіден жеңгесі деген өте тәкаппар адам болды. Алтынайдың өте көп көз жасына қалды. Алтынай деген оны деген тұрмысқа бергенде жылағанда менің көз жасыма қал, көз жасым барлық саған күнә болып жазылсын деп айтқан болатын. Және де сұрақ қалай сұрағын жауап? Алтынай үшін Дүйсен қандай адам болды? Алтынай үшін Дүйсен ол нағыз ұстазға лайық адам болған. Мысалы, қазіргі таңда ұстаздар көп, бірақ деген тек қана сол Дүйсен сияқты өзінің жұмысына адал адамдар аз болған. Және де деген хат жазғанда ол айтады, оқушыларға қашан келем, сол күні келу керекпін деп есептейтін. Тіпті деген қатты боранда, қатты жерде өзінің атын деген қасқырға тастап, сол күні деген қатты ауырып болсынсында деген үйіне келеді екен. Өйткені оның келуінің себебі мен оқушыларыма неден келемде уәде беріп қойдым дейді. Соған айтады, мен осындай ұстаз болғым келеді. Осы ұстаздың арқасында біз деген андай білімге жетеледік. Және де деген ол бізге деген көп нәрсе үйретпеді, бірақ ол өзінің бар білетінін үйретті, өзі бар білетінін ғана бізге сол күнде үйретті. Біз андай көп сөз жазуды негізі білмедік, бірақ ол өзі жалпы өзі не білді, соны бізге үйретті. Яғни бала, Дүйсеннің өзі ешікте оқиса жатыр, солай ма? Бірақ сөйте тұрса да бар білгенін балаларға үйретуге тырысып жатыр. Тасырамын ғой. Қазіргі таңдағы мұғалімдер Дүйсеннің қасиеттерін алу керек деп ойлайсың. Қандай қасиеттерін алу керек деп ойлайсың? Асылжан, сізден қосылын
Аянан жауабы толық болды деп есептеймін. Және де жаңағы дүйсеннің мінездерін, жаңағы қасиеттерін қазіргі таңдағы мұғалімдер немесе осы мұғалім мамандығын таңдап отырған жастар алу керек деп есептеймін. Себебі қазіргі таңда көбінесе мұғалім боламын деген оқушылардың арасында мұғалімнің жалақысы жоғары, жұмысы оңай деген сияқты оймен баратындар көпте, ал шынымен бар білгенімді үйреткім келеді, болашақта мықты азаматты шығарғым келеді деген жастардың ойы аз болғандықтан, осы әңгімені барлық жастар, яғни 10-11 сыныптар оқып, осы дүйсеннің қасиетін өздеріне алса екен деймін. Және де өзімнің сұрағым, қазір Алтынайдың ауылдан алғашқы ұстаз әңгімесі неге үндейді? Ұстаз әңгімесі менің ойымша жақсы мұғалім болуға және үлгілі оқушы болуға үндейтін. Кейбір қазіргі таңда кейбір оқушылар бар, ұстазына құрмет көрсетпейтін, ұстазын сыйламайтын оқушылар қазіргі таңда жетерлік. Бірақ та осы Алтынайдың әрекеттері ұстазды шын сүюге, ұстазды шынымен құрметтеп, оны өзіміздің өміріміздегі ең жарқын, ең жақсы, ең құрметті адам ретінде санауға жетелейді. Және ұстаздың осы Дүйсеннің бізге берер бір тәлімі, ол болашақ ұстаздарға берер бір тәлімі, ол баланы оқытқан уақытта өте өзінің бойындағы бар қасиеттерді балаға сіңіретіндей қылып, бойындағы бар білімді балаға үйрететіндей қылып, болашақта өте кемелді адам шығару үшін өте керемет ұстаз болу керектігін үйретеді деп ойлаймын. Және жібектің қазіргі таңда мұғалімдер Дүйсеннен үлгі алу керек пе? Иә, әрине үлгі алу керек. Алтынайдың өзі айтады ғой, Дүйсен осы Алтынай өзі суретші жазып жүргенде Дүйсеннің қандай жауапкершілікті адам екенін айтады. Ол жаңағы Аян айтқандай, балаларға уәде беріп қойғаннан кейін өзінің өмірін тәуекелге тігіп, астындағы атын қасқырларға беріп, осы үйіне аман есен жетіп келеді. Осының бәрі балаларға берген уәдесі үшін. Сондықтан жауабы толық келесін. Жақсы балалар. Бізде де уақыт болды деп төреші уақытты тоқтатып жатыр. Сонымен төреші сізге сөз береміз. Тек қана жез берген тоқтамыстар. Оқушылардың барлығы сабаққа белсенді түрде қатысып, жауаптарын толық берді. Және де екінші топ, Аяна бастаған топ екінші орын. Жақсы балалар.